бәрі бітті. Осы күні үкім шығатын айта алмағам, себебі мен әке шешем бар. Үйде уайымдайтын бауырларым бар. Кеше ешкімге айтпай, түнгі 2-де ұшып, таңғы 4-те қонып, бүгін бауырыма қолдау көрсетіп қайтадан келдік. Прокуратура негізі, прокурорлар, бағандар 7 жыл сұраған болатын. Оны да айта алмайсың ғой, енді әке шешең тағы қорқасын денсаулықтарынан. 7 жыл сұрады. Сол 7 жылды ешқандай өзгертусіз. Сонда 1,5 жыл сот. Не үшін болды? Не үшін болды 1,5 жыл сот? Жоқ, 30-ға толмаған, 30-дағы әлі өмір көрмеген жігіттер 15 жыл алып кетті. 15 жыл. Мен тек бердақ үшін жылап отқан жоқпын. Менің жүрегім 15 жыл алып кеткен кішкентай балалар ғой, менен де кішкентай ғой. На мемлекет, неге көшіп келдік біз? Неге көшіп келдік? Атаңа нәлеттер ай. Обал болды. Балаларыңызды патриот қылып өсірмеңіздер. Мемлекетті сүюге үйретпеңіздер. Қадірлемейді. Не үшін жауып атқандарын өздері білмейді ғой. Өздері Анастасияны білмейді ғой. Обал. Қандай сауатты, қандай мықты жігіттерден айырылып қалдық. 15 жылға қию деген өмірін сындырып тастау ғой. Қалай? Кішкентай бітті балалары бар олардың. Үйінде мамалары бар. Біз сияқты бауырлары бар. Олар тек олардың өмірін ғана күл талқан қылғанмен тұрмай, біздің өмірімізді құртты ғой. Мен жаңақ жерде 10 жылға қартайдым. 10 жылға. Садаға кеткір бұндай мемлекеттен. Аттың өшкір. Оңбайды. Бұл мемлекеттің саясаты осылай бара берсе, бұл мемлекет оңбайды. Қайрат Құдайбергенге сол 8 жыл. Бір қуантарлық әйтеуір Азамат Оспанов, өткенде айттым ғой, сол шықты. Азамат аға қуаныштымыз, әрине. Сол Азамат ағаның ізін басып балаларда шыға ма деп ойлағам. Ешқандай өзгерту болған жоқ. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Көзімізді бақырайтып қойып, көз алдымызда жала жапты. Айыптады. Тарих ақтап алады. Тарих бүйтеді, сөйтеді дейміз ғой. Әтесінен нәлет сол тарихтың. Кеп кетсін сол тарих. Ақтап та алмай қойсын, құрсын. Оңбағандар. Бердаққа 7 жыл берді. Сол 7 жылдың 4,5 жылы енді өтеліп тұр. Бір сұрайтыным, маған қоңырау шалмаңыздаршы. Маған қолдағыларыңыз келсе, жазып қоя салыңыздар. Бір күні оқырмын. Мен нөмірімді де ауыстырдым. Өзім хабарлаймын. Кәрім Мәсімов отанын сатқан 18 жыл алады. Самат Әбіш 8 жыл, условно. Басқалары 4-5 жылдап құтылып кетеді. Кешегі Қошмамбеттегі азаптауларды жасағандар 3 жыл алады ғой, условно. Қайда әділдік мына мемлекетте? Қайда? Жоқ. Көшесқа еріп берем деп ойлаған жоқпын. Мен әке шешем көреді бұны. Оларға да ауыр, бірақ олар өзін ұстау керек. Құдайдың жазған күні, бұйырған күні бердақ шығады. Ешқандай кінәлі емес мен бауырым. Әлі бәрі жақсы болып кетеді, бірақ 7 жылдың 4,5 жылын өтеді ғой. Ар жағындағысын апелляцияға берерміз. Условно алармыз. Ал 15 жыл ше?
15 жылдық жігіттерді не істейміз, азаматтарды. Вообще ойланбайды екен. Сонда өз-өздеріне дұшпан артып отыр ғой. Өз-өздерімен бізді ОПГ жасап отыр. ОПГ. Ойбай, білмеймін. Алла сабыр берсін бәрімізге. Ал достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш деймін. Әбілмансұрдың туған күніне бүгін біз мега фишке келдік. Қазір Әбілмансұр машина ішінде ұйықтап жатыр. Тортын, шарын бәрін алып қойған болатынмын. Тұра жерде торты бар, сладости бар. Еще машинаның ішінде ар жақта шары бар. Енді тақалған кезде істедік, енді ренжімес. Қазір бәрін шығарып, аның ішіне кіргізетін боламыз. Қуанышты дүниемен өздеріңізбен бөліскім келіп тұр. Себебі бүгін бір Қосылайықтың немересі, кішкентай ғана періштеміз Бердах пен Аяның ұлдары Әбілмансұрдың туған күні екен. Бердахұлы Әбілмансұр, туған күніңізбен құттықтаймыз. Тек қана болашағынан зор үміт күттірер. Біздің ел, нағыз ел ағасы дейтіндей, нағыз жігіт дейтіндей сері болып өссін дегіміз келеді. Тек қана көз қуаныштарыңыз болып жүре берсін отбасыларыңызға. Бердах, Ая, сіздердің балапандарыңыздың ғұмыры ұзақ болсын, тәп-тәтті болып өсе берсін. Барша Қосылайық ұжымының атынан шын жүректен туған күнімен құттықтаймын. Мынандай гүлдермен, Дима, как всегда, меня радует. Бердахтың атынан Аяға, ой, рахмет. баласын туған күніне. Енді ұл туып бергеніме ғой, ой, рахмет, екен, өте әдемі. Красота. Менің жаным деген гүлмен келатқан. Жан, ты чё так, блин? День, когда я родила, да? Конечно. Самый важный день.